Саламатсыздар ма балалар? Математика пәні 94-ші сабақ. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы еселік салыстыруға берілген есептер. Сендер бұл сабақта еселік салыстыруға берілген есептерді шешуді, кері есептер құрастыруды және оларды шығаруды үйренесіңдер. Бірінші тапсырма сурет бойынша сұрақтарға жауап бер. Балалар, суреттерге қараймыз. Үшбұрыштар нешеу? Шаршылар нешеу? Санаймыз. Шаршылар үшбұрыштарға қарағанда неше есе артық? Үшбұрыштар шаршыларға қарағанда неше есе кем? Енді бізде үшбұрыштар саны 2, шаршылар саны 6. 6 санында 2-ден неше рет бар екенін білу үшін біз 6-ны 2-ге бөлеміз. 3 болады, е? Бұл теңдік шаршылардың үшбұрыштарға қарағанда 3 есе артық екенін білдіреді. Немесе керісінше үшбұрыштардың шаршыларға қарағанда 3 есе кем екенін білдіреді. Яғни 6-ны 2-ге бөлеміз 3 есе артық, 6-ны 2-ге бөлеміз 3 есе кем. Екінші есеп, есепті шығар, қолөнер бұйымдары көрмесінде 8 жүк аяқ және 16 сандық болды. Көрмеге қойылған сандықтар жүк аяқтарға қарағанда неше есе артық? Алдымен шартын жазамыз. Жүк аяқ бізде 8, сандық 16. Неше есе артық? Біз неше есе артық, неше есе кем екенін білу үшін не істейміз? Үлкен санды кіші санға бөлеміз. 16-ға 8-дің бөлінісі 2 болады. Жауабы сандықтар жүк аяқтарға қарағанда 2 есе артық. Бір санның екінші саннан неше есе артық, немесе неше есе кем екенін білу үшін үлкен санды кіші санға бөлу қажет. Үшінші есеп. 45 саны 9-дан неше есе артық? Неше есе артық екен білу үшін 45-ті 9-ға бөлейік. 5 болады. Яғни 45 саны 9-дан 5 есе артық. 7 саны 28-ден неше есе кем? Енді неше есе кем екен білу үшін 28-ті 7-ге бөлеміз. Яғни 4 есе кем екен. Төртінші есепке қараймыз, балалар. Есепті шығар. Дүкенде 15 тостаған және одан 3 есе кем табақ сатылды. Дүкенде неше табақ сатылды? Шартын жазамыз, шарты берілген екен, қараймыз. Тостаған 15, табақ белгісіз, 3 есе кем. 3 есе кем десе не істейміз? Бөлеміз. 15 3-ге бөлейік, 5 тостаған. Жауабы дүкенде 5 тостаған сатылды. Бесінші есеп. Кесіндінің ұзындығын өлше. Ұзындығы осы кесіндінің ұзындығынан 2 есе кем кесіндісіз. Бізге берілген кесіндінің ұзындығы 8 см екен, балар, сызамыз. Ал енді 2 есе кем кесіндісіз десе, онда біз бөлейік. 8-ді 2-ге бөлейік. Сонда бізде 4 см шықты. Ендеше біз дәптерге 4 см кесінді сызамыз. Алтыншы есеп. Кесте бойынша теңдеулер құр, оларды шеш. 2 теңдеу берілген екен, балар, қараймыз. Азайғыш жақшаның ішіне аламыз. 54 азайтылған 29. Азайтқыш x, азайту x. Айырманың мәні 17 тең 17. Енді біз бұл жерде алдымен жақшаның ішін орындаймыз. 54-тен 29-ның айырмасы 25. Арғарай қалған азайтқыш пен айырманың мәнін жазамыз. Азайту x тең 17. X тең 25-тен 17-ні азайтамыз. X-тен 8-ге. Енді белгісіз санды тауып алдық, орнына қойып тексерейік. Жақшаның ішіне 54 азайтылған 29, азайтылған 8 тең 17. 17 тең 17-ге. Айырманың мәні 17. 17 тең 17. Келесі теңдеу. Азайғыш x, азайтқыш 90, азайтылған 37. Ендеше бұны жақшаның ішіне аламыз азайтқышты. Айырманың мәні 19 тең 19. X азайтылған жақшаның ішіне орындап аламыз. 91-ден 37-ның айырмасы 54 тең 19. Ендеше біз не істейміз? 19-ға 54-ті қосамыз. X-ті таптық, 73-ге тең, орнына қойып тексерейік. 73 азайтылған жақшаның ішінде 91 азайтылған 37 тең 19. 19 тең 19-ға. Жетінші есеп мысалдарды шығар. Жақшаның ішінде 39 қосылған 23, азайтылған 59. Тең 3.
27 бөлінген 3 көбейтілген 4. Алдымен бөлуді орындаймыз. 9, 9-ға 4-тің көбейтіндісі 36 болады. 50 көбейтілген 2 азайтылған 99 тең 1. Алдымен көбейтуді орындаймыз. 50-ге 2-нің көбейтіндісі 100, 100-ден 99-ның айырмасы 1-ге тең. Балар, бұл бізде соңғы есеп. Есепті шығар. Дүкенде 6 ожау және 18 табақ сатылды. Дүкенде ожауға қарағанда табақ неше есе артық сатылды? Алдымен шартын жазамыз. Ожау белгілі 6, табақ 18, неше есе артық? Балар, неше есе артық, неше есе кем екенін білу үшін біз үлкен санды кіші санға бөлеміз. Шешуі 18-ді 6-ға бөлеміз. 3, яғни ожауға қарағанда табақ 3 есе артық сатылды. Балар, осымен сабағымыз аяқталды. Алдағы сабақтарымызды жіберіп алмас үшін арнамызға тіркеліп, лайк басуды ұмытпаңдар.